Яқин KZ Ислам ағарту порталы ұсынады. Барлық мақтау, жер мен көктің нұры, Мұхаммедтің үмметі болу бақытын нәсіп еткен Алла тағалаға тән. Адамзаттың қараңғылықтан шығып, нұрға бөлінуіне дәнекер болған мақтанышы, екі дүние сардары әз пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға сәлем мен салауаттар болсын. Оның үлгі өнегеге толы сәулетті өмірін, күллі ғаламға сәуле болып төгілген өнегелі тұлғаның ғибратқа толы ғұмырын, тарих беттерін қанша парақтасақ та, тауысып айту мүмкін емес. Ол келмес бұрын адамзат өмірі қараңғылық жайлаған түнектеді. Хазіреті Мұхаммедтің келуімен көңілдерді перделеген қараңғылық серпіліп, саналарды тұмшалаған тұман сейілді. Ол адамзатты адамдықтың асқар шыңына шығарар, еш өзгермес ереже қағидамен, барлық жақсылық атаулыға бағыт көрсетер, темір қазық іспеттеді. Ол бүкіл адамзат баласына шуағы мол, ерекше нұр сыйлады. Оның нұрлы өмірі арқылы өрнектеген өнегесін естіген жан, оны көруге асығатын. Пайғамбарымыздың, саллаллаху алейхи уассалам, болмысындағы көркем қасиеттерін көріп, қаншама адам исламды қабылдап, азулы дұшпандары ең жақын серіктерін айналды. Тіпті Әбу Жахилдің баласы Икрима да Хазіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам ыстық ілтипатын көргенде бірден қара тастай қатып қалған жүрегі жібіген еді. Достары түгіл дұшпандары да одан тек қана жақсылық пен ізгілік көрді. Оның жүретін жолына тікен шашып, бұрыш-бұрышта қолдарына шоқпар алып аңдыса да, Аллаға құлшылық етіп жатқан кезінде малдың шек қарнын басын аударып, мазақ қылса да, небір ауыр сөздерді айтып, елінен қуылса да, тас лақтырып үстін қанға бояса да, адам айтқысыз азаптарға душар болып, жәбір көрсе де, ол, «Я Раббым, олар білмейді, білсе олай жасамас еді, оларды кешір» деп дұға ететін. Ғаламға рахым нұрын шаша келген Расулалла саллаллаху алейхи уассалам алуды емес, беруді, ішіп жеуді емес, ішіп жегізуді ұнататын. Ол киюді емес, өзгені киіндіруді, қуануды емес, басқаны қуантып, жүрегіне жылу сыйлауды жөн көретін. Ол аштықтың ауыртпалығы соншалық ішіне тас байлап жүрсе де шүкіршілік ететін. Ол ғаламның мақтанышы еді, Алланың сүйікті елшісі еді, надандық жайлаған дәуірге жарық беруші еді. Ол біздің пайғамбарымыз еді. Үмметім, үмметім деп өткен адамзаттың асыл тәжі еді. Оның өмірінде ешбір дақ түспеген тазада пәк, ғибратқа толы екінші бір ғұмыр жоқ. Алла елшісінің дүние салғанына 14 ғасырдан астам уақыт өтсе де, оның мүбәрәк есімі барша мұсылманның жүрегінде әлі де тірі.